Қазақтар тәңірші болған ба? Жоқ. Қазақ хандығы шамамен 1465-66 жылдары құрылған сәттен бері қазақтардың басым көпшілігі сунниттік ханафи мұсылмандар болды. Қысқа хронология келтірейін. Ислам іргетасы хандықтан әлдеқайда бұрын қаланды. Қожа Ахмет Яссауи 1166 жылы қайтыс болған, сопылық ілімді түркі даласына кең жайды. Оның кесенесі 1389-1405 жылдары тұрғызылып, Түркістанды өңірлік рухани орталығына айналдырды. Бұл хандық құрылмай тұрып-ақ исламның терең орныққанын көрсетеді. Дала исламдануы Алтын Орда дәуірінде шегіне жетті. Өзбек хан 1312-1341 жылдары тұсында ислам мемлекеттік деңгейде орнығып, Жошы ұлысындағы түркі-моңғол тектілердің көпшілігі мұсылмандықты қабылдады. Қазақ рулық тайпалық негізі дәл осы ортада қалыптасты. 1465-66 жылдары Қазақ хандығы құрылғанда Керей мен Жәнібек саяси элитада жұртта өзін мұсылман санап, ханафи мазхабын ұстанды. Дегенмен құқықтық тәртіпте шариғат пен әдет-ғұрып, адат қатар қолданылды. Қасым ханның қасқа жолы шамамен 1510-1520 жылдары, Есім ханның ескі жолы, кейін Тәуке ханның жеті жарғысы 1680-1718 жылдары, бәрі осы синтезге мысал. 15-18 ғасырларда халық діндарлығында синкретизм айқын еді. Күнделікті тұрмыста батаны қадірлеу, от суға құрмет, бақсылық жоралғылар секілді көне түркі сенімдерінің лас қалдықтары исламдық түсініктермен астаса өмір сүрді. Зерттеулер мұны ислам және тәңіршілік, шамандық элементтердің бірге өмір сүруі деп сипаттайды. 18-19 ғасырларда Ресей билігі кезінде далада мешіт медресе желісі кеңейіп, татар мүдәрристері арқылы исламдық институттар одан әрі жүйеленді, яғни тәңіршілікке кері қайту емес, исламның институционалдануы күшейді. Кеңес дәуірінде 20 ғасырда дінге қысым жасалғанымен, тәуелсіздік алғаннан кейін исламда неотәңіршілдік қызығушылығы да қайта жанданды. Неотәңіршілдік заманауи мәдени құбылыс, тарихи қазақ хандығының ресми діні емес. Қорытындылай келе қазақтар тәңірші болды деген тұжырымды қазақ хандығы дәуіріне қатысты айту өрескел қате. Халық мұсылман, ал тәңіршілік дәстүрлері қазақтың дүниетанымында ғұрыптық мәдени қабат ретінде сақталды және шариғатпен қатар жүрген адатқа әсер етті. Тарихи деректе, құқықтық ескерткіштерде осыны көрсетеді. Егер қазіргі кездері неотәңіршілдік ұғымы қайта жанданып жатқанын білгіңіз келсе, видеоға лайк басып пікір қалдырыңыз. Келесі жолы мен оған міндетті түрде жауап беремін.